13-ші практикалық сабақ Тәтті Қара ақынның өмірі мен шығармашылығы. Жоспар. Өмірбаяны, ақынның поэзиялық мұраларының құндылығы, Тәтті Қараның жыраулығы мен батырлығының ұштасуы. Пікір қалдырған ақын жазушылар және қорытынды. Тәтті Қара 1705 қазіргі Қостанай облысы Сарыкөл ауданында дүниеге келген. 1780 жылы сонда қайтыс болған. Ел бастаған көсем, аға батыр әрі ақын қазақ жыраулық өнерінің белді өкілі. Абылай ханның ақылшысы ретінде біршама уақыт хан сарайында тұрған. Руы Уақ, Олжабай, Бөгенбай батырлардың қалмаққа қарсы жорықтарына қатысып, олардың ерлік істерін мадақтаған. Толғауларында жауынгерлерді табандылыққа, төзімділікке үндеген. 1756 жылғы Цин империясы басқыншылары мен Абылай сарбаздары арасында өткен соғысты сипаттаған. Жалынды жырлары қамыстың басы майда, түбі сайда, кебеже қарып, кең құрсақ және тағы да басқа. Тәтті Қара есімін халыққа кеңінен татты. Өткір мінезі Тәтті Қара ел билеген ханның осал жақтарын сынап, батыр бектердің кемшілігін, тұстарын, беттерін айтып отырған. Кеше тоқыраулы судың бойында атты толғауында ол ат құйрығын күзеңдер алалап атқа мініңдер, ханталау қылып алыңдар деп халықты күреске шақырған. Бұдан кейін Абылай мен ақынның арасы алшақтап, Тәтті Қара сарайдан бір жолы қуылған. Жасы ұлғая келе жағдай ауырлап жоқшылық көреді. Алайда ақын қиыншылыққа мойымаған, ханға бас имеген. Бұған көңілін сұрай келген билерге айтқан: ассалаумалейкум, жайсаңдар, мен қасқа дейтін жыры дәлел. Ақынның поэзиялық мұраларының құндылығы. Тәтті Қараның жырларының басты ерекшеліктері отансүйгіштікте, шынайылық пен эмоционалдықта, тарихи деректілікте. Отансүйгіштік рухы қазақ халқының бірлігі мен батырлығын дәріптеледі. Шынайылық пен эмоционалдық жырау оқиғаларды өз көзімен көріп, жүрекпен сезінгендей бейнелейді. Тарихи деректілік жырларда шынайы оқиғалар мен тарихи тұлғалар суреттеледі. Оның шығармалары қазақтың ауызша тарихының маңызды бөлігі болып табылады. Тәтті Қараның жыраулығы мен батырлығымен ұштасуы. Тәтті Қара тек жырау ғана емес, сонымен қатар батыр да болған. Ол қазақ жауынгерлерімен бірге жорықтарға қатысып, шайқастарда ерлік көрсеткен. Оның жырлары тек шабыт беріп қана қоймай, жауынгерлердің рухын көтеріп, ұрысқа жігерлендірілген. Сондықтан ол жырау ретінде ғана емес, батыр ретінде де халық жадында сақталған. Қазақтың ірі ақыны, эпик жыршы, толғаушы Тәтті Қараның естеліктері. Тәтті Қара туралы тарихи деректер аз сақталғанмен, оның есімі халық жадында қалған. Оның жырлары арқылы Абылай хан мен оның батырларының ерлігі сипатталған. Жыраудың белгілі толғауларының бірі қазақ батырларын мадақтайтын өлеңі. Кебісті киіп етік қып, жауған жауды өтік қып, жасаққа жүрсе жарасар. Бұл жырда халық батырларының жауға қарсы қайтпас қайсарлығының рухы бейнеленген. Пікір қалдырған ақын жазушылар. Мұхтар Әуезов оны Абылай хан дәуірінің ең маңызды жырауларының бірі деп атаған. Сәбит Мұқанов Тәтті Қара шығармаларын зерттеп, оны халықтың тарихи жадын сақтаушы деп бағалаған. Ғабит Мүсірепов Тәтті Қара толғауларының ұлттық рухты оятудағы рөлін атап өткен. Қорытынды. Тәтті Қара қазақ жыраулық дәстүрінің жарқын өкілі. Оның поэзиясы тек көркем әдебиет үлгісі ғана емес, сонымен қатар тарихи дерек көзі. Ол өзінің жырлары арқылы қазақ халқының рухын көтеріп, ерліктің, бірліктің маңызын көрсеткен. Енді тапсырмаларға кезек берсек, бірінші тапсырма: кім жылдам ойыны? Сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Тәтті Қара қай ғасырда өмір сүрген? Ол қай ханның тұсында жыраулық еткен? Үшінші сұрақ: Тәтті Қара шығармаларында қандай негізгі тақырыптар қозғалған? Төртінші сұрақ: жыраудың ең танымал толғауларының бірі қай батырларға арналған? Бесінші сұрақ: оның жыраулық өнері неліктен батырлықпен ұштасады? Алтыншы сұрақ: Тәтті Қара жырларының қазақ әдебиетіндегі орны қандай? Келесі тапсырма өзіндік жұмыс. Тест түріндегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Тәтті Қара жырау қай ханның тұсында өмір сүрді? Тәуке хан, Абылай хан, Есім хан немесе Қасым хан? Екінші сұрақ: Тәтті Қара шығармаларының басты тақырыбы қандай? Ғашықтық жырлар, табиғат сұлулығы, батырлық пен ерлік, діни уағыздар. Үшінші сұрақ: Тәтті Қара қай оқиғаларға қатысқан? Қазақ жоңғар соғыстары, Кенесары көтерілісі, Қасым хан жорықтары, Ресей отаршылдығына қарсы күрес. Төртінші сұрақ: Тәтті Қараның жыраулық өнері
ерліктен, батырлықпен ұштасады. Ол жауынгер ретінде шайқастарға қатысқан, ол хан сарайында қызмет еткен, тек бейбіт өмірді жырлаған, ол исламды насихаттаған. Келесі сұрақ: тәтті қара толғаулары қалай сақталған? Жазба түрінде, ауызша дәстүр арқылы, археологиялық жазбаларда және қолжазба жазбаларда. Келесі тапсырма: жырау жолымен ойна. Бұл тапсырманың мақсаты білім алушылар тәтті қараның стилінде шағын толғау құрастырады. Ойынымыздың ережесі: әр студентке белгілі бір тарихи оқиға немесе батыр туралы айту тапсырылады, және де студенттер солай тәтті қара жырларының стилінде 4 жолдан тұратын толғау құрастырылады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сабағымыз аяқталды.